Саламатсыздар ма? Бүгін қарастыратын тақырыбымыз фенолальдегидті олигомерлер мен полимерлер негізіндегі пластикалық массалар фенопласттар. Сабақ барысында 4 сұрақ қарастырылады. Біріншісі қатты резолды шайырлар мен лактарды алу, екіншісі эмульсиялы шайырлар алу, үшінші пресстеу фенопласттары және төртінші пресс порошоктардың қасиеттері және қолданылуы. Әдетте резолды шайырлар фенол, кейде трикрезолдар және ксилинолдар негізінде алынады. Фенолдың формальдегидке мольдық қатынасы әдетте 6-ның 7-ге қатынасын құрайды. Бұл жағдайда катализатор ретінде сулы аммиак қолданылады. Формальдегид артықшылығы бұдан жоғары болғанда катализаторлар ретінде натрий гидроксиді, калий гидроксиді немесе барий гидроксиді қолданылады. Қатты резолды шайырлар мен лактарды алудың технологиялық процесі келесі сатылардан тұрады. Біріншісі шикізатты дайындау сатысы, екіншісі реакциялық қоспаны дайындау сатысы және үшіншісі конденсация және кептіру сатылары. Барлық полимерлік материалдарды біздер білеміз рецептура негізінде алады. Қатты резолды шайырларды алудың келесідей типтік рецептурасы ұсынылады. Мұнда берілетін компоненттер массалық үлестермен берілген. Фенолдың 100 массалық үлесіне формальдегидтің 37 үлесі келеді, аммиактың сулы ерітіндісінің 1-1,5% үлесі беріледі. Катализатордың барлық мөлшері бірден енгізіледі, өйткені реакция экзотермиялылығы новолакты шайырлармен салыстырғанда төмен болады. Резолды шайырларды жазық булық жидемен қамтамасыз етілген реакторда алады. Өйткені резолды шайырлар төменірек температураларда кептіріледі. Реакторға фенол, формалин, катализаторлар тиеледі. Қоспа 70-75 градус Цельсийге дейін қыздырылады, содан кейін су берілуі тоқтатылып, содан кейінгі температураның 90-92 градус Цельсийге дейін өсірілуі реакцияның экзотермиялылығына байланысты өткізіледі. Процесті бақылау реакциялық массаның тұтқырлығы мен сыну көрсеткішін бақылаумен орындалады. Конденсация аяқталғаннан кейін аппарат кептіруге ауыстырылады. Кептіру 93 килопаскаль вакуумда және кептіру басында шамамен 80 градус Цельсий температурада және кептіру аяғында аз уақытқа 90-100 градус Цельсийге дейін өсірумен өткізіледі. Эмульсиялы резолды шайырларды алу үшін реакторға фенол немесе крезол және формалин, содан кейін катализатор, әдетте ол барий гидроксиді тиеледі. Реакциялық қоспа 50-60 градус Цельсийге дейін қыздырылады. Содан кейінгі 70-80 градус Цельсийге дейін қыздыру реакция экзотермиялығына байланысты өтеді. Қоспа температурасы 70 градус Цельсий кезіндегі тұтқырлығы 0,16-0,12 паскаль секундқа жеткенге дейін ұсталып отырады. Қажет болған жағдайда реактор жейдесіне салқын су берумен реакторды салқындатады. Қажетті тұтқырлыққа жеткеннен кейін реакциялық қоспа 30-45 градус Цельсийге дейін салқындатылады және тұндырғышқа жіберіледі. Онда шайыр үсті суларын, ол қоспаның үстін қабаты айыру өткізіледі. Алынған эмульсиялы шайырды өздігінен өтетін поликонденсация нәтижесінде тұтқырлықтың тез өсуінің алдын алу мақсатында салқындататын аппараттарда сақтайды. Пресстеу фенопласттарын алу. Фенопласттарды бұйымдарға өңдеудің негізгі тәсілі ыстық пресстеу. Қолданылатын толықтырғышқа байланысты фенолды шайырлар негізінде алынатын пресс материалдардың түрлерін бөледі. Олар пресс порошоктар, оларда ұнтақ тәріздес толықтырғыш қолданылады. Волокниттер, мақталы толықтырғыш қолданылады. Стекловолокниттер, шыны талшықтық толықтырғыштар қолданылады. Азбы волокниттер, асбесті талшықпен толықтырылады. Қиыршық тәріздес пресс порошоктар, бұларды шайырлармен сіңдірілген мата немесе ағаш шпонының кесектерімен толықтырады. Және қабатты пластиктер, бұларды беттік толықтырғыштармен толықтырады. Фенол формальдегидті пресс порошоктар құрамына байланыстырғыш толықтырғыштар, қатайтқыштар, майлаушылар, бояғыштар
және басқа арнайы қоспалар кіретін композициялар деп есептейді. Байланыстырғыштар ретінде новолакты шайырлар немесе резолды шайырлар қатты немесе сұйық түрінде қолданылады. Толықтырғыштар ретінде ағаш ұны, каолин, мумио, шыны микросфералар, литопон және басқалар қолданылады. Қатырғыштар ретінде негізінен оротропин қолданылады. Қатыруды сонымен қатар кальций немесе магний оксидтерімен тездетуге болады. Пресс порошоктарға майлаушыларды бұйымдардың пресс формаға жабысуының алдын алу мақсатында қосады. Майлаушылар ретінде стеарин немесе алиин қышқылын, сонымен қатар пресс форма коррозиясын шақырмайтын олардың тұздарын, стеараттар мен алиаттарды қосады. Пресс порошоктарға арналған бояғыштар термотұрақтылыққа ие болу керек. Сонымен қатар престеу кезінде бояғышқа әсер ететін аммиакқа және басқа да химиялық активті заттарға тұрақты болу керек. Техникалық тағайындаулы пресс порошоктарды әдетте қара түске нигразинмен немесе қоңыр түске мумиомен бояйды. Пресс порошоктар дайындаудың 4 тәсілі белгілі. Біріншісі құрғақ валиц тәсіл, екіншісі экструзиялық тәсіл, үшіншісі эмульсиялық тәсіл және төртіншісі лакты тәсіл. Соңғы екеуі өндірісте қолданылмайды. Ең кеңінен тарағаны құрғақ валицті тәсіл. Құрғақ валицті тәсілге компоненттердің тиелу нормалары келесідей. Новолакты шайырлардың 34-35 массалық процентіне ағаш ұны немесе минералды ұнтақтар 40-60% мөлшерде, оротропин 3,7, бояғыштар 1,2-ге дейін, кальций мен магний оксидтері 1-3% мөлшерде беріледі. Осындай рецептурамен жұмыс жасайтын технологиялық схеманың бір мысалы келтірілген. Ағаш ұны пневмотранспортпен циклон арқылы бірінші аппарат бункер 2-ге беріледі. Одан ішінен винт тәріздес лопастармен жабдықталған араластыру барабаны 3-ге төгіледі. Үшінші аппараттан бункер 4 және жұқа тарату диірмені 5 арқылы новолакты шайыр беріліп отырады. Сонымен қатар барабан 3-ге оротропин және басқа қоспаларды тиейді. 20-30 минут араластырудан кейін қоспа бункер дозатор 6-ға беріледі. Одан үздіксіз әрекетті валицтердің біліктері арасындағы саңылауға төгіледі. Жұмысшы валок температурасы 70-110 градус Цельсий. Жұмыс істемейтіндерінікі 100-130 градус Цельсий. Температуралар айырмасы массаны жұмысшы білікте ұстап қалуға қажет болады. Тиелетін порошок байланыстырғыш балқу нәтижесінде жұмсарады және жұқа қабат болып жұмысшы білікті қаптайды. Валицтеу процесінде материал пластикацияланады және жұмысшы біліктің шетіне қарай ығысады. Валицтелген материалдан дискті пышақпен үздіксіз лента кесіліп отырады. Ол жазық пышақпен алынып, транспортермен 8-ші аппарат тісті дробилкаға беріледі. Судан кейін балғал дробилка 10-ға беріледі. Транспортерде 8-ші аппарат лента ауамен үрленіп салқындатылады. Ал бөлініп жатқан фенол мен формальдегид булары вентиляторлармен сорылады. Ұсақталған пресс порошок пневмотранспортпен циклон 11-ші аппарат арқылы бункер 12-ге, содан кейін араластырғыш стандартизатор 13-ге және ең соңында қаптау машинасы 14-ге беріледі. Осындай тәсілдермен алынған пресс порошоктарды көбінесе біздер жалпы қолданысты пресс порошоктар деп атаймыз. Новолакты шайырлар негізінде алынған пресс порошоктар ағаш ұны толықтырғышымен дайындалады. Оларды қатаң емес режимде жұмыс істейтін тұрмыстық және техникалық бұйымдар, мысалы штепсельдер, кейбір приборлардың корпусын алуға қолданады. Электроизоляциялық пресс порошоктар резолды немесе новолакты шайырлар негізінде алады. Толықтырғышы ағаш ұны немесе минералды толықтырғыштар. Шайырларды алу туралы толық мәліметті ұсынылып отқан әдебиеттен қарастыруыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.